Саламатсыңдар ма? Бүгін 96-шы сабақ логикалық есептер тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық есепті талдап шығарам, сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Сағым дегеніміз не? Сағым шөл даладан анық байқалады. Атмосфера қабаттарының әртүрлі тығыздығының болуы салдарынан жарық сәулесінің кейбір ауа қабатынан шағылуы, оған байланысты болатын сәуленің сынуы. Бұл жер бетінен ауаның қызған қабаты көтерілгенде де жиі байқалады. Сағымға анықтама бере кеттік. Енді бізден сұрап тұр. Түйелердің көлеңкесіне қара, олардың барлығы сәйкес келеді ме деп. Қарасақ, үшінші түйенің көлеңкесі сәйкес келмейді. Әр түйеде екі өркештен болса, мынаның көлеңкесінде бір өркеш. Яғни бұны күннің ыстық кезіндегі сағым деп атауымызға болады. Екінші тапсырма. Сен фигуралардың жазбасына берілген тапсырмаларды орындауды білесің. Бұрышы қиып алынған текшенің жазбасын тап. Мына берілген текшенің белгілі бір сызықтарынан кесіп алсақ және оны жазсақ, текшенің жазбасы шығады. Енді осының қайсысы мына текшенің жазбасы екенін анықтаймыз. Қарасақ, үш жері қиылған, иә? Бірінші текшені үстіңгі қабатына алып кеп, барлығын орналастырсақ, мынау жоғарға, ал мына қиынды екеуі бірігіп қалады. Сондықтан мына бірінші жазба сәйкес келмейді. Келесі екіншісінде бір және екі қиынды бар. Ал бізде фотода текшеде үш қиынды берілген. Демек, екіншіде сызба сәйкес келмейді. Үшінші текшенің жазбасын жинастырсақ, бізде мына текшенің жазбасы шығады. Сонда есептің жауабы үшінші жазба екен. Келесі тапсырма. Досыңнан пішіннің неше текшеден құрастырылғанын айтуды сұра, ол өзінің есептеу тәсілін түсіндірсін дейді. Мына берілген текшелерде қанша текше бар екенін анықтайық. Астында екі қатардан үш текше орналасқан. Демек, алтау және үстінде дәл сондай үш текше, тағы да үш текше бар және бір текше. Барлығын санасақ, 13 текшеден құралған фигура екен. Ал екіншісін санап көрейік. Бір, екі қатар тұр. Оның артында да мына екі фигураның астында дәл сонда екі текше орналасқан. 4, 5, 6, 7, 8. Сонда екінші фигурада 8 текшеде құралған. Төртінші тапсырма. Қай фигураны бұрып қойды? Бірінші фигураға қараймыз. Мінекей, А фигурасы үшеуі біріккен және үшеуінің ортасында көк бояу бар. Және басында тағы бір бөлігі берілген. Енді қарап көрейік. Үшеуі тұр, міне дәл сондай мінекей. Мына үшеуі тұр. Бірақ мына ортасындағы бізде көк болу керек. Демек, мынау болмайды. Келесі екіншісіне қарайық. Үш текше берілген, ортасында көк және басында біреу. Міне, үшеу, ортасында көк және жанында біреу. Демек, екінші текше сәйкес келеді. Үшіншіге қарасақ, бұл мүлдем бөлек. Бізде көк мына жақта орналасу керек, ал бұл үш текшенің жанында орналасқан. Бұл болмайды. Келесі, екінші. Көк, жасыл, қызыл, сары, көк. Біріншісінде көк, қызыл тұр. Көк, қызыл тұр ма? Бізде басы басталмаған. Демек, біріншісі сәйкес келмейді. Екіншісіне қарайық. Көк, сары, мінекей, көк, сары, бұратылған түрі ортасында қызыл тұр және көк, жасыл. Көк, жасыл. Демек, мынау сәйкес келді. Үшіншісіне қарасақ, бұл мүлдем бөлек. Демек, есептің жауабы А тапсырмасының бұралған түрі екінші фигура, ал екіншісінде бұралғаны мынау. Сонымен 5-ші тапсырмаға көшейік. Кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. Көлемді табу формуласы. Балалар, бұл тақырыпты өткен болатынбыз. В тең 3 бізге шаманың көбейтіндісіне тең. Ұзындығы ені және биіктігіне тең. Сонымен біріншісінде А берілген 6 см, Б берілген 4 см, С 2 см көлемін анықтаймыз. Енді есептің шешуі.
көлем тең А көбейтілген Б көбейтілген С. 3 қабырғасын көбейтсек 48 сантиметр куб. Есептің жауабы мұнда жазамыз 48 сантиметр деп. Сантиметр кубы бар. Келесі екіншісіне. А 16 дециметр, ені 2 дециметр, көлемі берілген 128 дециметр куб. Биіктігін анықтау қажет. В тең А көбейтілген Б көбейтілген С-дан мына жердегі С-ны табамыз. Ол үшін көлемді бөлеміз ені мен ұзындығының көбейтіндісіне. 128-ді бөлеміз 16 мен 2-ның көбейтіндісіне, сонда 4 дециметр. Мұнда жазамыз 4 дециметр деп. Келесі. А 15 метр, С 3 метр, көлемі 90 метр куб. Оның енін табамыз. Енін тапқанда да көлемді бөлеміз ұзындығы мен биіктігінің көбейтіндісіне. Сонда 2 метр шығады. Төртінші бағанға еттік. А 12 метрге тең, ені 3 метр, биіктігі 2 метр, көлемді анықтаймыз. В тең А көбейтілген Б көбейтілген С формуласына қойсақ 72 сантиметр куб шықты. Келесі 5-ші баған. Ұзындығы 35, ені 2, биіктігі 1 дециметр. Енді соның көлемін анықтау қажет. Онда 70 сантиметр куб. Мұнда мынау 70. Мінеке мұнда тұр 70. Келесі 6-шы баған. В тең А көбейтілген Б көбейтілген С-дан бізде биіктігін анықтау қажет. Сонда есептеп шығарғанда 20 сантиметрге тең екен. Тапсырма орындалды. Өз жауаптарымен салыстырып көріңдер. Келесі есеп. Есепте және тексер. Қарапайым бөлу амалы берілген. Дұрыстығын тексеру үшін осы шыққаннан мен бөлінгішті көбейтеміз. Сонда мына бастапқы санның өзі шығу қажет. Жауаптарымен салыстырып көріңдер. 7-ші тапсырма. Тапсырманы орында. Бөлмеге линолеум төсеу үшін жұмысшы бөлмедегі мына арқалық қойылған жерді қоспай бөлменің ауданына тең линолеум бөлігін сатып алу керек. Бізден сұрап тұр бөлменің жалпы ауданын, арқалық қойылған жердің ауданы және пайдаланылатын ауданды есептеу қажет. Енді S жалпы фигураның ауданын есептейміз. Ол бізде 9 метр және ені 4 метрге тең. 9-ды 4-ке көбейтсек 36 метр квадратқа тең. Келесі арқалық қойылған жердің ауданын есептейміз. Ол үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 3-ті 2-ге көбейтсек 6 метр квадрат. Келесі пайдаланылатын жердің ауданын есептейік. Ол үшін мына жалпы ауданнан азайтамыз арқалық қойылған жердің ауданы. Сонда 36-тан алынсақ 30 метр квадрат. Есеп шықты. Келесі тапсырма. Ойлан және жауап бер. Түйе мен жылқыға жүк артып келе жатқан жолаушы, егер жылқының үстіндегі бір қапты түйеге ауыстырсам, онда түйенің үстіндегі жүк жылқының үстіндегі жүктен 2 есе ауыр болады. Ал егер түйедегі бір қапты жылқыға ауыстырсам, онда екеуінің жүгі тең дейді. Әр жануардың үстіндегі қаптың саны 10-нан кем. Бастапқыда әрбір жануардың үстінде қанша қап жүк болған? Жылқыда бізде бастапқыда 5 қап, түйеде 7 қап болған. Сонда оны қалай есептейміз? Мына берілген шартқа байланысты еді, есепті тексеріп шығамыз. 5-тен 1-ді азайтамыз, 4-ті береді, 7-ге 1-ді қосамыз, 8. Енді 8-ді 4-ке бөлсек 2 шығады. Сонда бізде бастапқы мұндағы 2 есе ауыр деген шартты қанағаттандырып тұр. Келесі екіншісінде 7-тен 1-ді азайтамыз, 6, 5-ге 1-ді қосамыз, 6. Міне ол мұнда жерде тұр. Қапты жылқыға ауыстырсам, онда екеуінің жүгі тең есептелді. Шартты қанағаттандырып тұр. Демек есептің жауабы бастапқыда жылқыда 5 қап, түйеде 7 қап болған екен. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. 3 бұрыш қандай 2 дөңгелектің арасында жасырылған? Олардың радиусын өлшеп дәптеріңе сыз дейді. Бізде 3 бұрыш күлгін және де сары дөңгелектердің арасында жасырылған. Келесі. Қандай фигуралар көріп тұрғаныңды жаз. Жасыл түсті фигуралардың
арасында қандай фигуралар желімдеген, және мұндағы шеңбердің радиусын өлшеп дәптеріңе сыз дейді. Мұндағы сары шеңбердің радиусы 8 мм болса, күлгін шеңбердің радиусы бізде 10 мм-ге тең. Бізде фигуралар берілген, олар шеңбер, үшбұрыш, төртбұрыш, шаршы. Төртінші сұрақтың жауабы жасыл фигуралардың арасында шеңбер және үшбұрыш желімделген. Балалар, тақырыптағы барлық 9 есепті талдап шығардық. Сабағына ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.